Ертеде бір ел бар еді. Ол елдің адамдары ержүрек, қайсар, ешкімге бас имейтін, қайтпас халық болатын. Бірақ бір күні жау оларды жаулап алмақ болды. Сол кезде елін қорғауға батырлар аттанды. Олардың ішінде бір ерекше қыз бар еді. Оның есімі Мәншүк. Ол кішкентай кезінен-ақ қайсар, батыл болып өсті. Әкесі мен анасы оған әрқашан әділдік пен батырлықтың маңызын үйретті. Жау елге шабуыл жасағанда Мәншүк қарап тұра алмады. Ол мылтық асынып майданға аттанды. Оның жүрегінде қорқыныш жоқ еді. Тек отанға деген сүйіспеншілік болды. Мәншүк пулеметші болды. Ол әр шайқаста батылдық танытып, сарбаздарға жігер берді. Оның мергендігі жауды қатты алаңдатты. Бір күні ауыр шайқас болды. Жау әскері өте көп еді, бірақ Мәншүк шегінбеді. Ол пулеметінен оқ жаудырып, көптеген жауды тоқтатты. Оның ерлігі бүкіл әскерге үлгі болды. Сарбаздар жігерленіп, жауға тойтарыс берді. Алайда Мәншүк сол шайқаста ерлікпен қаза тапты. Оның есімі мәңгілік халық жадында қалды. Ел оны